Арыстан мен тышқан ертегісі. Ерте-ерте орман патшасы арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Бір тышқан ойнақтап, үстінен жорғалап жүргенін сезіп, арыстан ұйқысынан ызаланып оянып, тышқанды ұстап алып, өлтірмекші болғанда, тышқан жалбарынып: «Тақсыр, менді өлтірмеңізші, бір жолға кешіре көріңізші, бір күні мен де бір қызметіңізге жарармын» депті. Арыстан оның сөзіне күліп: «Ха-ха-ха, сен өзің кіп-кішкентай бір тышқансың, менің қандай қызметіме жарамақсың?» деп жаны ашып тышқанды қоя беріпті. Тышқан байғұс қуанып: «Арыстан досым» деп жүгіріп ойнап кете беріпті. Күндердің күнінде арыстан жортып ойнап жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шарқ ұрып тыпырлап, ақырып-бақырып жатса да, тұзақтан құтыла алмапты. Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл халін көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда арыстан тышқанға қарап: «Лажың бар ма бұған қылар?» депті. Тышқан дереу тістерімен тұзақтың жіптерін кеміріп қиып кеп жіберіп, арыстанды тұзақтан құтқарыпты. Тышқан арыстанға: «Мені кішкентайсың деп мән бермеуші едің, міне сені бір ажалдан алып қалдым» депті. Осылайша арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатынын жақсы түсініпті.